Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жылдар және ғарыш музыкасы. Оқулықта 124-125 бетті ашамыз. Сабақтың мақсаты ғарыш әлемімен танысу. Композитор Людвиг ван Бетховен «Лунная соната» атты шығармасымен танысамыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ғарыш әлемінде сергіту сәтіне назар аударайық. Балалар, оқулықта 124 бетті ашайық. Сол жерде берілген бірінші тапсырмаға ойымызды бөлейік. Адамзат түсінігінде ғарыш аспан әлемінде қандай да бір ғажайыптың, сұлулық пен үйлесімділіктің, бірлік пен ынтымақтың, зұлымдық пен жамандық жоқ бақыттың мекені сияқты көрінген. Ғарышқа жол ашылмай тұрған ғасырларда ұлы композиторлар ғарыш әлеміндегі әсемдікті музыка арқылы берген. Мысалы, Италияның ұлы композиторы Вивальди, неміс композиторлары Моцарт пен Бетховен сол кездің өзінде композиторлар шығармаларына ғаламшар аттарын қойған. Мысалы, Моцарттың Юпитер симфониясы, Бетховеннің Лунная сонатасы аударғанда Ай нұры сонатасы деп берілген. Вивальдидің есімімен Меркурий ғаламшарының бір кратері аталады. Өздерің көріп отырғандай, Италияның ұлы композиторы Антонио Вивальди және неміс композиторлары Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Ұлы неміс композиторы Бетховен Ай нұрының әсемдігін Лунная соната атты шығармасын бейнеленген. Олай болса, балалар, қазіргі бейнетаспадан Бетховеннің Лунная соната Ай нұры сонатасы назар аударып тыңдайық.
есте сақтайық, санат әдеп бірнеше қарама-қарсы контрасты бөліктерден тұратын аспаптық шығарма. Үй тапсырмасына назар аударыңдар. Оқулықта 126-127 бетте берілген сұрақтарға өз бетінше жауап беру. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.